Сәлеметсіздер ме? Мен Қуандық Алуа Ерланқызы, информатика пәні мұғалімімін. Бұл видеода жасанды интеллект көмегімен мұғалімнің рутиналық жүктемесін азайтып, оқу үдерісін тиімді ұйымдастыру тәжірибеммен бөлісемін. Информатика пәні мұғалімі күнделікті сабақ жоспарлау, тапсырма дайындау, тексеру сияқты уақытты көп алатын жұмыстарды атқарады. Соның салдарынан оқушының ойлау дағдыларын дамытуға жеткілікті уақыт әрдайым бола бермейді. Осы мәселені шешу үшін жасанды интеллектке негізделген оқу әдістемелік қолдау моделін енгіздім. Бұл модель мұғалімді алмастырмайды, керісінше рутиналық жұмыстарды жеңілдететін көмекші құрал ретінде қолданылады. ChatGPT сабақ жоспары мен алгоритмдерді түсіндіруге, Figma визуализация мен жобалауға, Quizzes және Kahoot оқушы белсенділігін арттыруға пайдаланылды. GI көмегімен тапсырмалар деңгейлеп ұсынылып, қателермен жұмыс дамытушы форматта ұйымдастырылды. Әр оқушы өз мүмкіндігіне сай жұмыс жасауға мүмкіндік алды. Нәтижесінде сабаққа дайындық уақыты қысқарып, бағалау мен кері байланыс жылдамдады. Оқушылардың пәнге қызығушылығы артты. Бұл тәжірибе жасанды интеллекттің мұғалімді алмастырмай, оның кәсіби әлеуетін күшейтетін тиімді көмекші екенін көрсетті. Бұл модель информатика сабағын нәтижелі ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.